Ассалаумағалейкум құрметті футбол сүйер қауым. Қазір міне төрешілердің ысқырығы шалынды. Осылайша Лига 1 матчтарының келесі тур ойындарда старт алды. Қайнар және Белес командалар арасындағы ойынды сіздермен бірге біз тамашалаймыз. Біздің оң жағымызда ол Белес командасы, ақ жейдеде болса Қайнар Белес ойыншылары қарымта шабуыл ұйымдастыруға тырысады. Матч қазір басталғанын көрдіңіз. Бұл жерде үлгерді команда капитаны, бірақ Қайнар ойыншыларды допты алып қойды. Қанат Лесте доп сол қапталға ауыстырды. Белес және Қайнар командалар арасындағы ойын айтып өттік. Міне Қайнар қақпашысы Қанат Леспен ойнады. Қазір осы шабуылдан соң командалар құрамымен жылдан таныстырып өтетін болам. Белес командасы Бағдаулет Тұрғын, Асылжан Сәрсенбай, Мақсат Шәріп, Сапарбек Қозыкенов, Жалғас Андас, Өткіржан Бөрібеков, Нұрислам Шегеев, Бағдаулет Бердиев, Ислам Қамбар және Мұстафа Шәріп. Олардың қарсыласы ақ жейдеде команда Бекжан Шатырбаев, Мұхит Жанспаев, кешірес, Жомарт Орманша, Нұрсұлтан Арапбаев, Дамир Үсен, Жорабек Смайыл, Жандос Өтебаев, Айбек Базарбай және Қанат Лес. Пас болды. Белес ойыншыларынан соққы болған сәтке куә болдық. 8-ші нөмірде Асылжан Сәрсенбай қақпаның сол бұрышын санаға алуға тырысқан болатын. Аут. Қанат Леске келді доп. Қазір Қайнар ойыншылары Белес қарымта шабуыл ұйымдастырады. Бағдаулет Тұрғынның пасы еді. Бұл жерде 7-ші нөмірде команда капитан Жалғас Андас мүмкіндікті мүлт жіберіп алды. Бұл жерде ойын ережесі бұзылды дейді төреші. Бағдаулет Тұрғын кінәлі. Қанат Лес сол аяқпен соққы, бұрыштама доп болады. Бұл жерде Мақсат Шәріпке доп тиген болатын. 3-ші минут, бірінші таймның есеп 0-0. Белес және Қайнар командалар арасындағы ойын. Ақ жейдеде команда бұрыштан допты ойын қосып жатыр. Тағы бір соққы болды. Жорабек Смайыл өзінің бағын сынап көрді соққысымен. Аут. Қайнар ойыншылары. Қазір допты басынан аутқа қосу керек. Қайнар ойыншылары. Белес командасын қақпашысына келіп түсті. Баспен соққы болған сәтке куә болдық. Бұл гол емес. Жалғас Андас. Қайнар. Қанат Лес өзінің ойынымен ерекше көзге түсуде. Міне пас әріптесіне. Белес қорғанады. Соққы болды. Гол! Есеп ашылды. 87-ші нөмірдегі футболшы Дамир Үсен өзіне білдірілген сенім ақтады. Осылайша Белес командасының қақпасын анық нысана қалды. Қайнар есепті ашты. Енді жас футболшылар қарымтасын қалай қайтарады екен. Мақсат Шәріптен пас болды. Белестің сол қапталға ауыстыра алмады. Дамир Үсен, Қанат Лес. Бағдаулет. Қайнар 2-ші голға әрекет жасап жатыр. Белесте доп. Жалғас Андас.
Oyun erejesi buzulgan жоқ. Оң қапталға ауыстырды. Қайнардан ойын ережесі бұл жерде бұзылды. Мақсат Шәріп кінәлі деп табылды. Бекжан Шатырбаев қарсылас алда өтіп жатқан бір сәтте ойын ережесін Мақсат Шәріп бұзды. Қанат Ілес топтың алдында. Бірінші таймның 6 минуты 1-0 есебімен қазірше Қайнар командасы жеңіске жетуде. Аут. Екінші голды қайсы команда соғады екен? Қанат Ілес. Қайнар ойыншылары мүмкіндік бермей жатыр қарсыластарына. Қанаттың пас оң қапталға. Соққы керек осы жерден жоқ. Дамир Үсен. 23 жастағы ойыншы. Қанат жалғас андас топты алып қойды. Белестің сол қапталдан шабуылы жоқ. Бақдәулет топты ойын қосады. Аут. Алаңды сақтап қала алмады. Бұл жерде ешқандай есепке алынбайды. Себебі допты Белес ойыншысы алаңда сақтап қала алмаған еді. Қайнар ойыншылары допты ойын қосады. Жақсы. Қанат Ілес сол қапталға ауыстырды. Дамир Үсен пасты әріптесіне жеткізді. Қанат Ілестің шабуылға өтуіне куә боламыз. Алаңда допты сақтап қала алмады. Аут. Көкжейдегі футболшылар допты ойын қосады. Қақпаға дәл бармады. Асылжан Сәрсенбай өзін бағын сынап көрген. Қайнар ойыншыларында Бақдәулет дұрыс пас бере алмады. Есеп 1-0. Алаң ортасында қауіпті ойын болған жоқ дейді төрешілер. Мақсат Шәріп, жалғас, Бақдәулет. Жоқ, Бақдәулет міне енді шабуылға араласты. Аут. 9-ші нөмірдегі Ислам Қамбар тіркелген, иә. Пас пен соққы. Белес ойыншылар Бақдәулеттен ойын ережесі бұзылмады. Ақжидедегі команда керемет қарымта шабуыл. Қаны енді екінші гол ма? Мақсат Шәріп мүмкіндік бермеді. Жылдам ойнау керек қақпашы. Бақдәулетке доп келді. Таразбас теңесе ма? Соққы дәл бармады.
Qaynar ikinci golü soğuğa tırısıp gördü. Qanat Les. Hazır pas dürüs bere almadım dep kechirim so'radi. Tagı bir mümkündük. Qaqbaş Maqsat Sharip qo'rg'ovchi жақсы o'ynadi bu yerda. Qaynar o'yinchisi so'qqa vaqtda mümkünlüğünü bermedi. Qaqbaş Qanat Les. Out. Qaynar oyuncularında Qanat Les toptu buruştan oyun qo'sdi. Yeles tarozi baсын tegistire alamaken. Жақсы осылай сол қапталғама мүмкіндік берілмеді. Соққы жоқ. Qaynar шығып кете алды қауіпті жағдайдан. Qanat Les'te. Damir Hüseyin. Qaynar şabul көтет. Оң қапталда дайын тұр әріптесі қанаттан соққы, тағы бір соққы, гол емес. Қазір Qaynar ойыншылары екінші гол соғып алу мүмкіндігіне ие болған еді. Аут. Sol қапталға ауыстырды. Ойын ережесі бұзылмады дейді. Бірінші таймда бір голға куә болдық. Qaynar şabul көтет. Maqsat Sharip. Fol жоқ. Les. Өкшемен pas. Damir Hüseyin. Әлде Qaynar шабуылда қорғаушылар бос қақпаға соққы бағытталды. Бірақ Qaynar гол соға алмады. Әттеген ай деп қалды бұл жерде. 6-шы нөмірдегі кім дейсіз ба? Жақсы. Елес осы сәттен шығып кету керек. Ғалымжан менен кетті, теу жесек барады. Ғалымжан допты алыстатты. Қанаттың әрекеті. Бұрыштама доп. Бірінші тайм аяқталуына санаулы минуттар қалды. Соққы дұрыс болмады. Елес ойыншылары. Қаны таразы басын теңестіре алама. Бірден ол қарсы Qaynar жеңіске жетуде. Maqsat. Жалғас. Maqsat Sharip. Ғалымжан деп талаймен шығарып жіберді. Qaynar oyuncularında
Осы сәтте бірінші тайм аяқталды. 1-0.